Hello, my dear pupils. How are you? I think you are well. Let's get started our lesson. So, today we will write email to our friends. Сәлем балақай, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілінен досымызға email хат жазуды үйренеміз. Әрине, ағылшынша. Кітабыңның 22 және 23 бетін аша қой. Please open your pupils book at page 22 and 23. Okay, task number 9. You need to write your name on the line, read the email and tick the best picture. Окей, мына жерде dear одан кейін сызықша тұр, иә? Сол сызықшаға өзіңнің атыңды жазасың. Бұл хат саған арналып жазылып жатыр. Жарай ма? Және қазіргі мына 9-шы тапсырмада астындағы екі суретке қарай қой. Астында екі түрлі отбасының суреті берілген. Ал мына хатта осы екі отбасының біреуі туралы жазылған. Соны біз белгілеуіміз керек. Қай отбасы туралы жазылған екен? Ол үшін мына біздегі жазылған email хатты жақсылап түсінуіміз керек. Ендеше бірге оқиық. Dear, сенің атың жазылады ана жерде. My name's Dana. I'm 8 years old. I'm from Astana. I've got a brother. Менде кім бар дейді? Ағам бар дейді. But I haven't got a sister. My best friend is Beric. He's in my class. Bye for now, Dana. Әзірше сау бол дейді астында Дана деп жазып қойған. Сонымен, отбасында кім бар екен? Інісі немесе ағасы бар екен, ал әпке сіңлісі жоқ екен. Ал енді қай отбасы туралы біз бұл жерде жазылған? Өзің белгілей қой. Ал енді келесі 10-шы тапсырма, керісінше, сен Данаға өзіңнің атынан хат жазуың керек. Яма? Ол үшін сен мына жердегі кітапқа өз отбасының суретін салуың керек, немесе суретті қиып жапсырып қойсаң болады. Сонымен қатар, мына жерде Dear Dana, қымбатты Дана. My name is кім атың? Соны жаза қой. Одан кейін мен жасыңды жазасың. Қаншада? 7-десің бе? 8-десің бе? Соны жаза қой. Одан кейін I'm from, және сен қай қаладансың? Мүмкін сен Атыраудан шығарсың, мүмкін сен Алматыдан шығарсың. Соны жаза қой. I'm from, for example, Атырау. Ары қарай I have got деп жазамыз, иә? Тура Дананың хаты сияқты, бірақ өзіңде кім бар сенің үйіңде? Мысалға, аға інілерің бар ма? Сол туралы жаза қой. Мысалға, I've got one brother and one sister деген сияқты. Или two sister, сен сандарды білесің. Егер екі әпкең болса, two sister деген сияқты сөздерді қолдансаң болады. Ал егер жоқ болса, әпкем жоқ болып, бірақ ағаң болып жатса, тек қана әпкем жоқ деп жазудың орнына сен I haven't got деген сөзді қолдану керек. Тура Данадан көшіріп жазып үйреніп алсаң болады хат жазуды. Және my best friend is. Best friend дегеніміз ол ең жақын досым дейді. Ең жақсы досым ол кім сенде? Соның атын жаза қой. Және астына bye for now дейміз да өзіміздің атымызды жазамыз. Кәне, бұл тапсырманы орындауға саған бір 2 минут берейін. Тез-тез Данаға хатты жаза қой. Ал енді балақай, астындағы суретті көріп тұрсың бе? 11-ші тапсырма. Бұл жерде балалар не ойнап жатыр? Кім екенін, табу керек екенін ойнап жатыр, сондай ойын. Енді бұл жерде This is my friend Нұрлан дейді. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты өзіміздің досымызды таныстырып үйрену.
Ол үшін мына сөзді жаттап алың керек болады. This is my friend. Одан кейін атын айтасың досыңның. Кәне, менімен бірге қайталай қой. This is my friend. Мысалға, Берік деп айтсаң болады, я? This is my friend Берік. Міне, бүгіннен бастап сен өз досыңды басқа адамдарға таныстыра алатын боласың. Ал енді келесі 24-ші бетте сенде 12-ші тапсырма берілген. Бұл 12-ші тапсырмада бізде көптеген балалардың суреті берілген. Сәуле, Асел, Қайрат және Берік. Бұларды ағылшынша айтады. Ал сен болсаң, бірінші кім туралы айтты? Соны, санын, Сәуле ма, Сәуле туралы айтса, біріншісіне Сәуленің астындағы суретке 1 деп жазып қоямыз. Ал егерде екіншісі мысалға Берік туралы айтатын болса, онда Берікке 2 деген нөмірді жазуым керек болады. Ол үшін қазір мұқият тыңдай қой. Қазір бізде тыңдалым болады. Және балақай, бұл жерде саған айтқан кезде сен артынан бірге қайталап отыр. Және сонда сен бүгінгі сөзді үйреніп алатын боласың. 1. This is my friend Beric. 2. This is my friend Kairat. 3. This is my friend Asel. 4. This is my friend Sol. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Кәне, сонымен бүгінгі сабақты қорытындыласақ, біз не үйрендік? This is my friend деген сөзді үйреніп, досымызды таныстырып үйрендік. Сонымен қатар досымызға компьютер мен email хат жазуды да ағылшынша үйрендік. Ендеше келесі сабақта кездескенше сау бол. Мен сені келесі сабақта асыға күтемін. Goodbye!